Баршаңызға сәлем, ас үй қаншайымдары. Бүгін сіздермен өте дәмді, қазіргі кезде хит болған, бірақ өте оңай жасалынатын рукколамен салат жасайтын боламыз. Дәмі күшті шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер, және дастарханыңыздың көркін ашары сөзсіз. Мен рукколаны кішкене аздау жасадым, себебі біздің келетінде мұндай рукколаны аз қолданады. Сіз қаласаңыз рукколасын көптеу жасасаңыз болады. Алдымен сиыр етін осындай ұзыншалап, майдалап, жіңішкелеп турап алдым. Қызанақ, болгар бұрышы, пияз қажет болады. Тазалап жуылған рукколаға мұздай салқын су құйып қалдырып қоямыз 10-15 минутқа. Өте мұздай су болуы керек. Сосын аздап сұйық май құйып табамызға етімізді салып, жоғарғы отта, өте оттың асты жоғарғы отта болсын. Етті жоғарғы отта қуырамыз, және осындай сөлі бөлінген кезде бір ас қасық шамасында соя соусын құйып, тағы да араластырып, жай оттан кішкене төмендеу етіп, прямо жай отта емес, орташа оттан кішкене төмендеу отта бетін жауып қалдырамыз. Сосын судан рукколаларды алып, осындай майлықтың үстіне кептіруге қоямыз, сүлгінің үстіне. Кішкене уақыт кеуіп тұрсын. Осы уақыт аралығында қажетті заттарымызды турап аламыз. Ол үшін түрлі түсті болгар бұрышы, сіз жасыл түсінде қолдансаңыз болады. Менде сары мен қызыл түсі болды. Барлығын осылай ұзыншалап турап аламыз. Пиязымызды үрлеу етіп осылай турадық. Ал енді етімізді осылай өзі суы тарылып қуырылған соң өте жұмсақ болып піседі. Сосын ыдысымызға салып аламыз. Сол ыдысқа егер майы болса қажет емес, сұйық май болса, егер тіпті жоқ болса, аздап қана сұйық май қойып, өте жоғарғы отта көкөністерімізді қуырып аламыз. 1 минут жеткілікті, көп уақыт қажет емес. 1 минут жоғарғы отта қуырсаңыз жеткілікті. 1 минуттан соң етіміздің үстіне саламыз оны да. Сосын кепкен рукколаларды саламыз. Үстіне ащы чили бұрышы, менде біраз қасық шамасында. Сосын оның үстіне оливковый масло, яғни зәйтүн майы. Бұны да біраз қасықтан кішкене көптеу етіп қойдым. Сосын осындай бальзамический соус қажет болады. Бұл да біраз қасық шамасында құямыз. Осылай құйып, үстінен ірілеп туралған қызанақтарымызды салдық. Оның ішіндегі сулы бөлігін емес, тек шет-шетіндегі етті бөліктерін ғана салып араластырдым. Жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын. 10-15 минут шамасында осы ыдысында тұрса жеткілікті. Сосын тағы да араластырып ыдыстарымызға саламыз. Біздің салатымыз дайын. Өте дәмді және оңай, дастарханның көркін ашатын салат болады рукколамен. Менде руккола аздау болды, себебі өзім әдейі солай жасадым. Сіздер қаласаңыздар рукколасын көптеу жасасаңыздар болады. Дәл осы құрамға 2 бау руккола қолдандым. Ал енді бетіне әсемдеу үшін блендермен осындай қатты сырды осылай майдалап алдым. Қатты майдалап емес, осылай кішкене үрлеу етіп бөліктерге бөліп алдық. Үстіне осылай әсемдейміз. Міне салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді салаттардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған үмиді.